Сәлеметсіздер ме? Мың құпиясы бар миновазин туралы бүгін сіздермен айтатын боламын. Миновазин әр отбасының дәрі қобдишасында бар. Бірақ оны қалай дұрыс пайдалану керектігін көбі біле бермейді. Сондықтан кез келген дәріханада табылатын, бәріне қолжетімді бағадағы дәріні қолдануда пайдалы кеңестер ұсынбақпын. Радикулит кезінде мойынды, желке тұсын, омыртқаны майлаңыз. Бұл дертіңізді айтарлықтай жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлап отырып, буындардағы тұздардың шөгуін толық емдеуге болады. Жүрек ауырғанда, бас ауруы, тіс мазаласа, құлақтың айналасын күніне 2 рет майлау керек. Аяқтарыңыз ауырып, мүлдем көтере алмайтындай болсаңыз, күніне 1 мезгіл табан мен тізелеріңізді майлаңыз. Нәтиже керемет болады. Миновазин құлақ ішіндегі құлықты тоқтатып, ауырсынуды және қабынуды жояды. Егер бас ауруы мазалап жүрген болса, миновазинді шекеңіз бен самайыңызға жағыңыз. Әсері бірден байқалады. Миновазин геморройға да көмектеседі. Таңертең жуынып болған соң, сұқ саусағыңызға бинт орап алып, оны миновазинға батырып, тік ішекті бір сүртіп майлап шығасыз. Қатты ауырады, бірақ шыдамдылық қажет. Осы процедураны 5 рет қайталағаннан кейін геморройды мәңгі ұмытасыз. Сүт безінде ауырсынуды, шаншуды сезсеңіз, ауырған жерді дереу осы препаратпен сүртіңіз. Ауырсыну тез басылып, қабыну жойылады. Онкологиялық аурулар кезінде қолдануға болмайды. Суық тиіп, жөтел мазаласа, денеңізді миновазинмен сүртіңіз. Арқа мен кеудені аталған препаратпен сылап, кейін бірден жылы орамал немесе жүн свитерді киіңізде жылы төсекке жатыңыз. 2-3 рет жасау арқылы жөтелден құтылуға болады және сіз қайта ауырып қалмайтын боласыз. Егер сізде ангина басталса, дәрігер тағайындаған дәрі-дәрмектен басқа миновазинмен тамақ аймағын сүртіңіз, жылы оранып жатыңыз. Ал мұрын бітеліп жатса, алдымен бір мұрын тесігін жауып иіскеп, содан кейін басқасын жауып қайталайсыз. Еріндегі герпес. Мақта дискісін миновазин ерітіндісіне малып алып, ауру аймағына басып тұрыңыз. Герпестің орнына миновазин жақпамайын жағуға болады. Құлақ ауруы. Мақтаны спиртті ерітіндімен сулап, құлаққа күніне 2 рет 15-20 минутқа жағыңыз. Венаның варикозды кеңеюі кезінде миновазинді пайдалану аяқтағы ауырсыну мен ауырлық сезімін жояды, ісінуді азайтады. Ерітіндіні табан жоғары қарай жеңіл қозғалыстарымен жағу қажет. Егер сіз ұйқысыздықтан зардап шегетін болсаңыз, миновазиннің спирттік ерітіндісінде мақта тампонын сулап, желкені құлақтан құлаққа дейін сүртіп шығу жеткілікті. Ешқандай ұйықтататын препараттардың көмегінсіз-ақ тыныш ұйықтай аласыз.